Hello students, сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 3-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 54 және де 55 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 17, listen, point and repeat, then match. Тыңда, көрсет және де қайтала, одан кейін сәйкестендір дейді. Суреттермен біз сәйкестендіруіміз қажет. 1 деген санға қараймыз. Бұл жерде postman, яғни почташы. Почташы бізде G мен сәйкес келеді, яғни G суретіндегі бізде почташы. Екінші бізде шеф. Аспаз. Аспаз бізде D суретімен сәйкес келеді. Үшінші бізде pilot. Ұшқыш. Ұшқыш бізде B суретімен сәйкес келеді. Төртінші firefighter. Өрт сөндіруші. Өрт сөндіруші бізде C суретімен сәйкес келеді. Бесінші vet. Ветеринар. Бұл бізде H суретімен сәйкес келеді. Алтыншы doctor. Дәрігер. A суретімен сәйкес келеді. Жетінші baker. Наубайшы. F суретімен сәйкес келеді. Сегізінші police officer. Полицей. E суретімен сәйкес келеді. Exercise number 18. Listen and choose. Тыңда және де таңда. Бұл тапсырмада сіздерге арнайы тыңдалым берілген. Сол тыңдалымды сіздер тыңдауыңыз қажетсіздер. Тыңдағаннан кейін осы сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. What's Miss Hill's job? Miss Hill'дің жұмысы қандай? A. Дәрігер, doctor. B. Мұғалім, teacher. C. Ветеринар, vet. Бұл тапсырманың жауабы бойынша Mrs. Hill'дің жұмысы ветеринар, vet, C жауабы. Екінші сұрақ. What's Mr. Green's job? Mr. Green'нің жұмысы қандай? A. Сатушы. B. Өрт сөндіруші. C. Аспазшы. Mr. Green'нің жұмысы, яғни өрт сөндіруші, firefighter. Exercise number 19. Let's play. Ойнайық дейді. What do I want to be? Мен кім болғым келеді дейді. Evet. Ветеринар. Study spot. She works at a hospital. Ол ауруханада жұмыс істейді. She helps sick people. Ол ауру адамдарға көмектеседі. What does she do? She is a doctor. Ол не істейді? Ол дәрігер. Мысал бойынша work, works, wash, washes, teach, teaches, do, does, fly, flies. Яғни сіздер he, she, itті қолданған кезде сіздер s жалғайсыздар. Яғни сөзге байланысты work, works, C жалғанды, wash, washes, es жалғанды, teach, teaches, es жалғанды, do, does бол, яғни es жалғанды, fly, flies. Y әрпі es болып өзгерді. Exercise number 20. Read and complete. Оқы және де толықтыр. Бізде жаңа төбеде ереже көрсетілген болатын, сол ережеге сәйкес осы тапсырманы орындаймыз. Және де біз сол қандай маман иесі екенін анықтауымыз қажет. Бірінші сөйлем. He fights fires. He is a firefighter. Ол өртпен күреседі. Ол өрт сөндіруші. Екінші сөйлем. He drives a police car. He is a police officer. Ол полиция көлігін жүргізеді. Ол полиция қызметкері. Үшінші сөйлем. She flies planes. Ол ұшақтарда ұшады. Ол ұшқыш. Төртінші сөйлем. She makes bread. Ол нан жасайды. She is a baker. Ол наубайшы. Бесінші сөйлем. He works in a kitchen. Ол ас үйде жұмыс жасайды. He is a chef. Ол аспазшы. Алтыншы сөйлем. She helps animals. Ол жануарларға көмектеседі. She is a vet. Ол ветеринар. Exercise number 21, page 55. Read and circle.
Оқып, шеңберле дейді. This is my mom, she's a vet. Бұл менің анам, ол ветеринар. She gets up at 6 o'clock every day. Ол күнде сағат 6-да тұрады. She eats breakfast and then she brushes her teeth. Ол таңғы асын ішеді, одан кейін тістерін тазалайды. She goes to work at 8 o'clock. Ол жұмысқа сағат 8-де барады. She works a lot and she helps many animals. Ол көп жұмыс жасайды және де жануарларға көмектеседі. She comes home at 6 o'clock every day and all eat dinner together. Ол үйге күніге сағат 6-да келеді және де барлығымыз кешкі ас ішеміз. My mom likes her job very much because she loves animals. Менің мамам өзінің жұмысын ұнатады, себебі жануарларды жақсы көреді.